Армысыздар Рика телеарнасының сүйікті көрермендері. Есеңсіздер ме? Ассалаумағалейкум. Қайырлы күн, кішкентай көрермен. Жаз бойы қызықты айдарлар мен тың мәліметтер, сонымен бірге түрлі қызықты ойындар мен тілдарын бағдарламасы қаламыздағы кішкентай көрермендерді баурап алғаны сөзсіз. Былтыр ғана дәл осы уақытта теледидар әлеміне жол тартқан тілдарын бағдарламасының сүйіп көретін көрермендері бары анық. 4 ай ішінде 3 тілді үйреніп қана қоймай, санауды, түрлі бұйымдар жасауды, билеуді және әлемдегі ең қызықты мәліметтермен танысып, үздік болуды үйрететін жоба бұл. Олай болса, құрметті көрермен, сүйінші баланы жан-жақты өсіріп дамытатын, оған тың мәліметтерді үйрететін және де жаңашылдыққа баулитын жоба қайта эфирде. Тілдарын жасасын деп айтайын ағайын. Дәл бүгін балалар қорғау күнінде тілдарын сіздерге жаңа санын ұсынбақ. Сүйікті көрермен, сіздерді мейрамдарыңызбен шын жүректен құттықтаймыз. Аспанымыз ашық, болашағымыз жарқын болсын. Ал енді кезекті келесі айдарға берейік. Сәлем достар! Қайырлы күн! Бағдарламамыздың тізгінінде жаңа айдар. Я, қымбатты достар! Бүгін біз жаңа әліпбиді үйренетін боламыз. Латын әліпбиіне көшудің себептері қандай? Жаңа жазудың қандай ерекшеліктері бар? Латын әліпбиінде қанша әріп бар? Осы сияқты сұрақтарға бірге жауап іздейтін боламыз. Кішкентай көрермен, бізбен бірге әріптер әлеміне саяхатқа барғың келеді ме? Ендеше арнамыздан алыстамаңыздар. Қанеки, маған айтшы, біздің бүгінгі қолданып жатқан әліпбиімізде қанша әріп бар? 42 ғой. Ал латын әліпбиінде 32 әріп. 32 әріп дейсің бе? Неге болай болды? Мүмкін бұл сұрақтың жауабын біздің досымыз Салтанат білетін сияқты. Қазақ әліпбиінде 42 әріп, ал латын әліпбиінде 32 әріп. Қалған 10 әріптің қайда кеткені барлығында қызықтыратын сұрақ. Ендеше мен бұл сұраққа жауап беріп көрейін. Тіл мамандарының айтуынша, 10 әріптің 8-інің латын алфавитіне жат және қайтып келместігін айтқан болатын. Ендеше мен қызықты бір дерек айтайын. Бұқаралық ақпараттардың деректеріне сүйенсек, қазіргі таңда әлемнің 70% елінде латын алфавиті арқылы білімді игеріп, ғылыми зерттеу жұмыстарымен танысуда. Салтанат, сен не істеп жатырсың? Мен латын әліпбиінің жазылу ерекшелігін қарап отырмын. О, біз де үйренейік. Әрине, келіңдер, бірге үйренеміз. Ендеше латын әліпбиінің алғашқы әрпіне кірсек. Бұл А әріпі. Ал мынау кішкентай А әріпі. Райымбек, кел, сен де байқап көрші. Жарайды. А. Жарайсың, Райымбек. Ал айта қойшы, А әрпінен басталатын қандай сөз білесің? Алма. Жарайсың. Алма. Енді латын әліпбиінің екінші әрпін үйренетін боламыз. Бұл Ә әрпі. Медина, сен де байқап көрші. Керемет, Медина. Медина, айта қойшы, сен әрпінен басталатын қандай сөз білесің? Әтеш. Жарайсың. Әтеш. Латын әліпбиіне көшуді негізін салып кеткен Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаевтың өзі айтқандай, біз латын әліпбиіне жай көшіп жатқан жоқпыз, біз оған оралудамыз. Сонымен, құрметті достар, біз бүгін қандай әріптермен таныстық? Жарайсыңдар.
Осымен айдарымыз тәмам. Келесі кездескенше. Сау болыңыздар! Алма, яблоко and apple. Ateş, петух, кок.